Иә, бұл қошеметтің бәрі қызмет бабында қаза болған полиция қызметкері Қайрат Жұмабековтың жары Назгүл Жексенбина мен оның отбасына және Қайраттың сенімді серігі болған ішкі істер органдарының ардагері Дмитрий Пугачқа көрсетілуде. Залға жиналғандардың барлығы осыдан тура 16 жыл бұрын жол апаты кезінде Қайрат пен Дмитрий құтқарған өрімдей балалар еді. Арада уақыт өтсе де, асыл ердің ерлігін ұмытпаған балалар Қарағандының Саржайлау кинотеатрына жиналып, өздеріне екінші өмір сыйлаған Аптал азаматтың отбасына алғыс айтуға келді. Өз жанын өлімге қойып, осында қаншама баланы құтқарып қалғанына Алла осында жатқан жерін жарық қылсын, иманы жолдас болсын, артында қалған сіздерге бала шағасына ұзақ ғұмыр берсін. Сол ұл қыздарына тек қана жақсылық тілеймін. Рахмет үлкен осы кенді айтылмасақ тартының дұға бағыштап, әр жылдың 20 мамыр күні есімізден кетпейді, 16 жыл болды ғой. Ол кезде мен 10 жастамын, 4-ші сынып оқимыз, 20 мамыр Астана барған болдым. Сол кезде осындай жағдай орын алды. Сол баршаңызға рахмет, келе жатқан кәсіби мерекелеріңіз құтты болсын, аман болыңыздар, барлық болыңыздар. Рахмет. Қайраттың қайта жанған жұлдызы деп аталған кеште ерлікпен қаза тапқан полиция қызметкері жайында жасалған бейнефильмнің үзіндісі көрсетіліп, өткенге бір шегініс жасаған залға жиналғандар еріксіз көзге жас алды. Ордабұзар 30 жасында қызмет бабында жүріп, Астанадан Қарағандыға бағыт алған 130 бала мінген автобуста қызметтік көлікпен жетегін алып келе жатқанда, балалар мінген автобусқа қауіп төнгенде көлденен келген кесапатқа өзінің қызметтік көлігін тосып жан тәсілім еткен Қайрат Жұмабековтың ерлігі баршамызға аян. Міне сол кезде небәрі 10 жаста болған балалар бүгін ер жетіп есейді, өздері де отбасылы болды. Қайрат Жұмабеков ағамыз құтқарып қалған автобустардың бірінде болған, сол кездегі оқушы едім. Қазірде әрине 16 жыл өтті сол жағдайдан кейін. Осы 16 жылда біз өзіміздің жарқын болашағымызды құрып үлгердік. Ол әрине біздің Қайрат ағамыздың арқасында. Ел есімі, ел есінде. Ол сол жерлерде болған жағдай, сол жылы болған жағдай біздің өміріміздің соңына дейін өзінің ізін қалдыратыны анық. Мен сенемін, Қайрат аға бізге осындай жарқын болашақты сыйлап кеткеніне, өзінің отбасына қалдырып кеткен орны толмас қазасы келер ұрпаққа да бір үлгі болатынына сенемін. Орында бар оңалар демей ме? Қайрат өмірден өткенде артында қалған ұлы ғалым бүгінде ардақты әкенің ізін жалғап, ішкі істер органдарында еңбек етсе, қызы Диляра шет тілдері факультетінде білім алуда. Әкесінің өзіндей балаларды құтқарып, сол балалар Аптал азаматтың ерлігін ұмытпай, 16 жыл өткен соң бұндай игілікті шараға жиналғанына риза болған тектінің тұяғы отбасының атынан баршасына ризашылығын білдірді. Кішкентай кезімнен бастап полиция қызметкері болуды армандадым. Өзіме мақсат қойдым. Қазір ғана мақсатым орындалды. Мен енді әрі қарай жұмыс істеу керек. Әкемнің ерлігі туралы айта кетсек, әкем өте батылдық азаматқа сай істеді. Батырдың ұлымын деген мен мақтан етемін.